Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, менің арнама 1000 подписчик жинауына сәл ғана қалды. Егер тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда өте қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Менімен бірге болыңыздар. Қыстың қамын жазда ойла демекші, өте дәмді қыстық салат жасаймыз. Мұнда менде анамның бау-бақшасынан шыққан кәді және де қызанақтан өте дәмді салат жасаймыз. Алдыңғы видеоларда көрсеткендей қатырылған болгар бұрышын да қосамын және де пияз, сарымсақты да қосамын. Ал бастайық. Ең алдымен кәдіні сыртын жақсылап тұрып тазалап аламыз. Екі шетін турап алып тастаймыз және де осылай видеода көрсеткендей домалақ етіп турап аламыз. Сіздің кәдіңізге байланысты, егер де жас кәді болса, онда ішінде ешқандай артық заттар болмайды. Егер менікіндей осындай үлкен болса, ортасындағы өскен тұқымдарын алып тастаймыз. Және де видеода көрсеткендей осылай кішірек етіп тураймыз, домалатып турап аламыз. Әр көкөністерімізді осылай жеке-жеке ыдысқа саламыз. Ал енді қызанақтарымыздың сыртын жақсылап тұрып жуып, екі шетін кесіп аламыз және де дәл видеода көрсеткендей етіп турап алыңыздар. Және қызанақтарымызды да жеке ыдысқа салып қоямыз. Ал енді жуамызды видеода еткендей сыртын алдымен тазалап, жақсылап жуып, осылай турап шығамыз. Оны да жеке ыдысқа салып қоямыз. Міне біз барлық турайтын көкөністерімізді турап шықтық. Ал енді осындай үлкен кастрюльге ең алдымен туралған қызанақтарымызды саламыз. Және де қызанақтарымызды суы шыққанша осылай 15 минуттай бұқтырамыз. Ал енді бұқтырылып болған соң үстіне пиязды және де болгар бұрышын саламыз. Және де көкөністерімізді салып болған соң тағы бір рет араластырып аламыз. Ал енді дәмдеуіштер саламыз. Мен 1 қасық тұз және де 2 қасықтай қант салдым. Және де дәміне қарай осындай бұрыш салсаңыздар да болады және сұйық май құйдым. Енді бәрін жақсылап тұрып 15-20 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Өз уақыт өткен соң бетін ашып, үстіне туралған кәділерімізді салып, тағы да 20-40 минуттай бетін жауып, орташа отқа бұқтырып қоямыз. Яғни бұл уақыт қаншалықты кәдінің қытырлақ болған қалай соған байланысты мен 25 минуттай бұқтырып алдым. Бұқтырған соң бетін тағы ашып, үстіне сарымсақты саламыз. Және де тағы да 5 минуттай бұқтырып аламыз. Ал енді келесі этап, біз салатымызға 3 қасықтай уксус құямыз. Уксус 9%.
Және де уксусты құйғаннан кейін тағы да 2-3 минуттай бұқтырып аламыз. Мен алдын ала банкаларымды стерилизация жасадым. Алдын ала жасап қойсаңыздар болады. Мен банкалардың іштеріне су құйып, микротолқындық пеште 5-8 минуттай ұстадым. Осылай стерилизация жасалды. Ал енді әр банкаларымызды осылай әдемілетіп толтырып шығамыз. Банкалардың крышкасында ыстық суға 5 минуттай қойып қоямыз. Және де жақсылап тұрып жабамыз. Абайлаңыздар, себебі салатымыз және де банкамыздың сырты өте ыстық. Сондықтан осындай матамен жауып шықсаңыздар өте дұрыс болады. Міне мен банкаларыма салып шықты. Менде 4 банка 0,7 литр шықты. Және де осы банкаларымызды төңкеріп, жылы жерге суығанша мен 24 сағатқа қойып қоямыз. 24 сағаттан кейін алып, күнделікті сақталатын жерге қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Көргендеріңізде өте аппетитті көрінеді. Және де осылай біздің салатымыз дайын болды. Көргендеріңізге өте әдемі, дәмі өте ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салатты қыста сүйсініп тұрып жейсіздер. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сіздермен бірге болған мен Диана. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.